Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз елімізде 2022 жылдың маусым айында басталған жеңілдетілген автонесие бағдарламасы арқылы қандай көліктерді сатып алуға болады екендігін анықтаймыз. Бұл 4%-ық автонесие бағдарламасының бір талабы ғана бар. Автокөліктің жалпы бағасы 15 миллионнан аспау керек. Ал енді осы бағдарламаға қандай көліктер енгізілгенін қарап шығайық. Кореялық Hyundai концернінің автокөлікті жеңілдетілген несиемен алу бағдарламасына 3 жеңіл көлік енгізілген. Бұл яғни Акцент, Elantra және Sonata. Акценттің бағалары 7 миллион 100 мыңнан басталады, 8 миллион 200 мыңға дейін. Active Plus, комфорт және элеганс деңгейлерімен көрсетілген. Elantраның бағалары 9 миллион 200 мыңнан бастап 13 миллион 500-ге дейін барады. Start Base, комфорт, элеганс, стайл, хай-тек және люкс деңгейлерімен көрсетілген. Sonataның бағалары 12 миллион 300-ден басталып 13 миллион 700 мыңға дейін барады. Base, Active және стайл деңгейлері, Travel және хай-тек деңгейлері 15 миллионнан асып кетеді, яғни бағдарламаның ішіне кіре алмайды. Және де Hyundai'дің 3 кроссоверлары бар. Кретаның бағалары 9 миллион 100 мыңнан басталып 13 миллион 100 мыңға дейін барады. Dynamic, Style, Prime және хай-тек деңгейлері. Тусанның бағалары 12 миллионнан 14 миллион 600 мыңға дейін барады. Бірақ та тек қана комфорт және travel деңгейлерімен, қалған деңгейлері хай-тек пен люкс 15 миллионнан асып кетеді, яғни бағдарламаның ішіне кірмейді. Santa Fe'нің бағалары 15 миллионнан 700 мыңнан басталып арғырай кетеді, яғни бағдарламаға кірмейді. Кореялық Kia өндірушінің бағдарламаның ішіне 5 жеңіл көлігі енгізілген. Бұл Picanto 7 миллион 400 мыңнан басталады, 8 миллион 400-ге дейін. Бұл люкс, стайл және GT Line деңгейлері. Rio көлігі 7 миллион 900 мыңнан 10 миллионға дейін барады. Комфорт, классик, аудио, люкс, стайл, престиж және премиум деңгейлері. Rio X бұл сәл кішкене кроссовер секілді жасалған көлігі 8 миллион 800 мыңнан басталып 10 миллион 500 мыңға дейін барады. Комфорт, люкс, стайл, престиж және премиум деңгейлерімен көрсетілген. Cerato көлігі 9 миллион 900 мыңнан басталып 12 миллион 500 мыңға дейін барады. Деңгейлері классик, комфорт, престиж және премиум. Ал Kia K5 көлігі комфорт 13 миллионға және люкс деңгейі 14 миллион 200-ге көрсетілген. Style плюс пен Prestige плюс осы мәшіндердің бағалары 15 миллионнан асып кетеді, яғни бағдарламаға кірмейді. Kia'ның кроссоверлары бұл Soul 10 миллион 200 мыңнан басталып 10 миллион 900 мыңға дейін барады. Классик, комфорт және люкс деңгейлерімен. Және де Seltos 11 миллион 100 мыңнан 13 миллион 100 мыңға дейін барып, комфорт плюс, люкс плюс және стайл деңгейлерімен көрсетілген. Ал Sorento және Sportage'дің бағалары 15 миллионнан асып кетеді, яғни бағдарламаның ішіне кірмейтін болды. Американдық Chevrolet өндірушінің 6 көлігі бағдарламаға еніп тұр. Бұл яғни Spark, Optimum деңгейімен 5 миллион 400 мыңға және Elegant деңгейі 5 миллион 500 мыңға
көрсетілген. Nexia көлігі 5 миллион 600 мың оптимум деңгейіне және 6 миллион элеганс деңгейіне. Кобальт көлігі 6 миллион оптимум деңгейі, 6 миллион 500 бұл элеганс деңгейінің бағасы. Малибу үлкен жеңіл көлігі бағдарламаға енбейді, себебі бағасы 15 миллион 300 мың. Дамас жеңіл көлігі, Chevrolet Damas бұл екі түрі бар. Chevrolet Damas Van 3 миллион 900 мыңға бұл жүк тасымау түрі, және адамдар отыратын түрі Chevrolet Damas Deluxe деңгейімен 4 миллионға. Кроссоверлардың арасында Chevrolet'in тек қана бір көлігі бағдарлама еніп тұр. Бұл Chevrolet Tracker. Май деңгейімен 10 миллион 700 мыңға алуға болады, және Redline деңгейімен 11 миллионға. Equinox көлігі және Trailblazer үлкен көлігі Chevrolet'in бағдарламаға енбейді. Осы екі мәшіндер себебі олардың бағалары 15 миллионнан асып кетеді. Ресейлік Lada өндірушісі 6 көліктің бірнеше түрімен және деңгейлермен көрсетілген. Яғни Granta Sedan көлігі 4 миллион 500 мыңнан басталып 5 миллион 800 мыңға дейін барады. Классик, стандарт, комфорт және люкс деңгейлермен көрсетілген. Granta Liftback 5 миллион 100 мыңнан басталып 6 миллионға дейін барады. Классик пен люкс деңгейлері көрсетілген. Vesta Sedan 6 миллион 200 мыңнан басталып 8 миллион 800 мыңға дейін барады. Классик, комфорт, комфорт лайт және люкс деңгейлермен көрсетілген. Vesta Cross көлігі 7 миллион 600 мыңнан басталып 9 миллион 200 мыңға дейін барады. Екі деңгейі бар, комфорт пен люкс деңгейлері. Vesta SV бұл Vesta'ның универсал түрі, 6 миллион 700 мыңнан басталып 8 миллион 700 мыңға дейін барады. 4 деңгейі бар, классик, стандарт, комфорт және люкс. Vesta SV Cross бұл сол Vesta универсал, бірақ сәл биіктетілген түрі, 7 миллион 200 мыңнан 8 миллион 400 мыңға дейін барады. Сол 4 деңгейі бар, классик, стандарт, комфорт және люкс. Largus көліктері, Ладаның Largus көліктері 6 миллион 400 мыңнан басталады, 7 миллион 500-ге дейін барады. Классик, комфорт және люкс деңгейлермен көрсетілген. Сонымен қатар Largus'тың 5 адамдығы бар және 7 адамдығы бар. Отыратын орындығы бойынша. Largus Cross бұл осы Largus және бірақ сәл биіктетілген түрі, 7 миллион 200 мыңнан 7 миллион 700 мыңға дейін барады. Комфорт пен люкс деңгейлері. Largus Van бұл Largus'тың жүк тасымалдау түрі, 2 деңгейі бар, стандарт 7 миллион 700 мыңға және комфорт 7 миллион 900 мыңға. Ладаның кроссоверлары X-Ray'ден басталады, 6 миллион 600 мыңнан 8 миллион 200 мыңға дейін. Классик, комфорт және люкс деңгейлері. X-Ray Cross, ол X-Ray сәл жоғарылатылған, 7 миллион 400 мыңнан 9 миллион 100 мыңға дейін барады. Комфорт пен люкс деңгейлері көрсетілген. Және де Niva Travel деген кроссовері, Ладаның Niva Travel кроссоверінің бағасы 6 миллион 900 мыңнан басталып 7 миллион 400 мыңға дейін. Классик, комфорт және люкс деңгейлерімен көрсетілген. Және де Совет үкіметінен келе жатқан Niva Legend деген кішкентай көлік 5 миллион 400 мыңнан басталып 5 миллион 500 мыңға дейін.
классик пен люкс және урбан деген деңгейлерімен көрсетілген. Қытайдың JAC көліктері Қостанайда құрастырылады. Сол себептен оның 4 көлігін бағдарлама бойынша алуға болады. Бұл яғни J7 деген жеңіл көлігі, оның бағасы 8 миллион 600 мыңнан басталып 10 миллион 500 мыңға дейін барады. 4 деңгейі бар: Comfort BR, Luxury BR. JAC S3 бұл кроссовер, кішкентай кроссовер, оның бағасы 8 миллион 500 мың 9 миллион 200 мыңға дейін барады. Luxury және Intelligent деңгейлермен көрсетілген. JAC S5 көлігі бұл тек қана бір деңгеймен көрсетілген. Luxury 9 миллион 800 мыңға. Және су және кроссовер JAC S7 деген. Оның 2 деңгейі бар: Comfort 13 миллион 300 мыңға дейін және Luxury 14 миллион 300 мыңға. Француздар көлік өндірушілер Renault көліктерімен көрсетілген. Яғни Renault Duster 9 миллион 900 мыңнан басталып 12 миллион 900 мыңға дейін барады. Life, Drive, Style деген деңгейлермен көрсетілген. Captur 10 миллион 500 мыңнан басталып 14 миллионға дейін барады. Life, Style және Style TCE 150 деген деңгейлермен көрсетілген. Және де Arcana 11 миллионнан басталып 14 миллион 500 мыңға дейін барады. Және де сол 4 деңгеймен көрсетілген: Life, Drive, Style және Style TCE 150. Ресейлік УАЗ өндірушісі 2 көлікпен көрсетілген. Яғни Совет үкіметінен кел жатқан Hunter көлігі 9 миллион 700 мыңға. Және де Patriot көлігі 10 миллион 700 мыңнан басталып 14 миллион 200 мыңға дейін барады. Patriot'ın 4 деңгейі бар: Classic, Comfort, Lux және Lux Premium. Сізге видео пайдалы болса, егер сізге ұнаса, каналға жазылыңыз. Видеоға лайк қойыңыз. Төменге пікір қалдырыңыз. Жаратқан ие сізге риза болсын және күндеріңіз керемет өтсін.